Ну, я против, мне не нужно. Мне двух хватает уже, этого достаточно, я считаю. Алу керек десе аламыз. Екеуін алдым, ешқандай реакция ештеңе болған жоқ, нормально бәрі. Иә, иә, қорқатын ештеңе жоқ. Иә, Тағы да алуға дайынсыз ба, иә? дайынмын. Я считаю это неправильно, потому что вакцина очень опасная. Даже взрослые люди, у которых крепкое здоровье, умирали от вакцинации. Думаю, это не совсем правильно. Сіз өзіңіз вакцина алдыңыз ба? Алдым, иә. Біріншісін Аха. ма? Жоқ, екеуін де алдым. Екеуін алдыңыз ба? Аха. Қалай ойлайсыз, үшінші рет алған дұрыс па, әлде маңызды емес па? Енді білмеймін, адамға ешқандай әсер тигізген жоқ деп ойлаймын. Бір қалыпты қабылдадық. Оны үшіншісін алудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Я пока не в курсе, не могу прокомментировать. Вы знаете, я не медик, не могу такие вещи комментировать, потому что я дилетант в этом деле. Но изучу все, потом определюсь, пока не знаю. Қарсы емеспін. Мен өзім осы бұқаралық ақпарат құралдары саласында жұмыс істегендіктен халықпен тығыз қарым-қатынас орнатқандықтан өзіңді қорғауың керек және өзгелерге де сондай жанашырлықпен қарауың керек болады. Сіз екеуін де алдыңыз, иә? Екеуін де алдым. Егер үшіншісін алу керек деген жағдайда аласыз ба? Уақыт келгенде иә, алам. Сіз алдыңыз ба? Мен жоқ, аяғым ауыр, алған жоқпын. Но аяғы ауыр адамдарға мен келіспеймін. Мысалы, мен қорқам. Ал негізі былай қарап отырсақ, енді тексерілген болса вакцина, если қауіпсіздігі болса алуға болады. Ал былай негізі өзім қарсымын. Енді егер көбейіп бара жатқан жағдайда, мысалы, ал десе алуға болады негізі. Енді ол босқа селініп жатқан мәселе емес қой. Себебі өлім жітім көп қой. Сондықтан мен қарсы емеспін. Вакцина алу енді осындай жағдай болып жатқан кезде алу дұрыс деп ойлаймын. Бірақ енді қазір пока ойланып жүрмін, енді алатын шығармын осы жақын арада. Жоқ, әлі алған жоқ. Егер де сондай қатты мәжбүрлі болса, мен алам. Міндетті түрде.